Теңіз Шевройл серіктестігі Жылыой ауданының тұрғындарымен 2013-2015 жылдарға арналған табиғатты қорғау шараларының жоспары бойынша қоғамдық тыңдау өткізді. Өткен жылы ең қауіпсіз деп танылған кәсіпорын 19 жылда Атырау атырабының әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін $700 миллион бөлген. Экологиялық ахуалды оңтайландыру бағытында да жұмыстар жүргізілуде. Мәселен, тұщы суды көп мөлшерде пайдалануды азайтып, суды қайта тазалау жобасы жоспарланып отыр. Сондай-ақ күкіртті карталарда кесек күкіртті жою ісі қолға алынып жатыр. Қазір күкірт қорлары 9 миллионнан 3 миллионға кеміген. Дегенмен бас қосуға жиналған жұртшылықтың базынасы жетерлік. Экология туралы деген енді айтатын жоқ. Мына вагонды жуады, сосын жаңа сереп аударады, оны жаңа былтыр қойлар деген қырылып қалды жаңа 9-шы ауылдан. Ілеспе газ деген түтін кілең жаңағы. Оның жаңағы шолардың жіберген жаңағы Теңіз Шевройлдың жаңағы кілең жаңа ат қоттары кілең. Тұрбаның бәрі күйе болып шығады да, оны көріп отырмыз, күнбеген 7 күн сайын тазалаймыз. Енді қиындау мәселе. Наша роль это отрабатывать. Біздің мақсатымыз бізге ұсынылатын жобалық жұмыстарды қарап тексеру. Біз қандай бір әңгімелер мен болжамдарға сүйеніп жұмыстанбаймыз, тек нақты құжаттарды бағалаймыз.